сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басасыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Сонымен қатар, оның косметикалық қасиеті бар. Саңырауқұлақтардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлануына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2-3 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оң нәтижені байқай бастайсыз. Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген, тән саулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деп аталады. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқ емес. Дұрыс пайдаланған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады, асқазан ішек жолдарының жұмысы ретке келтіріледі. Егер күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішек жолдарын тазартып, детокс ретінде әсер етеді. 3-6 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушаларды жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш айран қосылған ботқасын қалауыңызша жей беруіңізге болады. Күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды да сауықтырады. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы көп қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңданған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең 1 стакан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан. Күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е және С тобындағы витаминдер кездеседі. Асқазанның шышты қабығын емдейтін ұлпалардан тұрады. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды реттейді, жылдамдатады, ағзаны улы заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлер күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайтындығын ешкім айтпайды. Неге? Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Тоқшектің қабынуы кезінде, іш қатуға бейімділігіңіз болса, жеке күрішке деген төзімсіздігіңіз болса, пайдалануға болмайды. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс жасаған дұрыс. Сонымен күріш қайнатпасын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттермен бөлісемін. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар. Яғни қарапайымнан басталып, бірнеше қадамдардан тұратында рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт: кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Судан кейін оның үстіне 3 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен жарты сағатқа қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып, сүзіп алыңыз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Яғни бағана айтып кеткеніміздей, сусыздану кезінде пайдалану. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш, тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышта ұнтақтап аламыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып, әр
2-3 сағат сайын ішіңіз. Қайнатпаны қою қылып қайнатуға да болады. 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы болғаннан соң оны суытып іше берсеңіз болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептісі қолдансаңыз болады. Дегенмен сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. Яғни 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алады. Күрішті суға салып, 2-4 сағатқа дейін салқын суға қайнатады. Сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңызда бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар Азияда ашыған күріш суының да пайдасын айтып өтеді, яғни ферменттелген күріш сусыны деп аталады. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады. Тек әзірлеу кезінде суды көп құю керек. Күріш қайнайды, оны кепсермен сүзіп алады. Бізге күріш суы керек болғандықтан суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолданасыз. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны 1 тәулікке қойып қоясыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді. Неге? Себебі құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш суын қалай қолданамыз? Егерде күріш сусыны 100% әсер ететін десеңіздер, оны басында айтып өткендей дұрыс ішкен жөн. Яғни асқазан ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стақанның 1/4 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды. Неге? Өйткені оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жіберуі мүмкін. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға 1 ас қасықтың өзі жеткілікті, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Көріп отырғандарыңыздай, күріш суы таптырмайтын сусын және сұлулық салонды ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық нәрсе емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр, осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймын. Сіздерге пайдалы деген оймен сіздермен қоштасамын. Жүз жасаңыздар.